Бала тәрбиесінде де бір мамандардың көмегіне жүгініп көрген жоқсыз ба? Қазір байқайсыз ба, ата-ана баламен арада диалогты құра алмағаннан кейін балалар психологын, отбасылық психологтарға көбірек жүгінеді. Сізде енді бір емес, бірнеше ұл, иә, мысалы, ұлдар тәрбиесі әсіресе. Ол бөлек әңгіме, бұл өте күрделі мәселе, бала тәрбиесі. Оның үстінде кілең ұлдар болғаннан кейін, ол ұлдардың аумалы төкпелі дейді ғой, мына 17-ден 18 бозбалалық шаққа бет алған шақтарында табиғаттың құбылысы мінезінде де, көз қарасында да болады. Ең басты ұстанымым, осыларға жақсы ата-ана бола білсек, өз өмірімізбен жақсы үлгі өнеге көрсете алсақ. Не құясыз ұлдардың құлағына? Әлде әкелері көбірек ұлға жақын, солармен сөйлесетін? Әкеміз өте жұмсақ, Қыдекең былай сырт көзге сұсты болып көрінгенмен, әсіресе балаларына келгенде өте жұмсақ, өте досындай, жай сөйлеп, сырласқанды, осындай бір тәсілді қолданады. Үйде бір арасында дауыс көтеріп, қатты айтып жататын болса, ол менмін. Бірақ ананың айғайы да, ұрысқаны да, шыбынның шаққанындай көрінбейді дейді ғой, өте тез ұмытылады. Дегенмен де не құясың? Ең бастысы, мысалға, біздердің үлкендердің батасын алу деген мәселеде жиі білесіз, қонақ шақыру, үлкендерге құрмет көрсету, жаңағыдай әруақтарға тағзым етіп, жаңағыдай Құран оқытылу, осының барлығының астарында не үшін керек осы, я? Ол деген үлкенге құрмет, кішіге ізет, үлкендерді құрметтеу арқылы ата-анаңның көзін көрген үлкен кісілердің айналайын деп берген батасымен көгереміз. Жүрген жерлеріңде алғыс салып, батаға бөленсеңдер, жолдарың әрқашанда ашық болады дегенді жиі айтамыз, және де өз өмірімізде соны көп көрсетеміз. Мысалға, ол деген өте маңызды. Сосын енді өзіміздің ұлттық тәрбиедегі құндылықтарымызды ұмытып кетпеуіне, қазір білесіз, тілдің өзі шұбарланып кетіп тұр. Орта барлығы өз ана тілінде сөйлемеген екен, әрине біздің де балаларымыз кішкене сол балалармен орыс тілінде сөйлеп, шүлдірлеп жүрген көрген кезде де ойланбасқа шара жоқ. Үйде табалдырықтан аттап үйге кіргеннен сендер бір-бірлеріңмен өзге тілде сөйлеспеңдер, қазақтың тілінде сөйлесіңдер. Ол өз жеріңді, тіліңді, дініңді, ұлтыңды сатқанмен пара-пар деген сияқты кішкене тигізіп, намысың бар ма, ұятың болса, сен еш уақытта жаңадай өзге тілде сөйлеуге хақың жоқ деген нәрсені үнемі айтып отырамыз.